Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге творожный пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кәдімгідей ең сәтті рецепт деп айта аламын. Қонақтардан түк те артылған жоқ. Қазір видеоның соңында көресіздер, бір кусокты ғана түсіріп үлгердім. Ең алдымен осылай сары майымызға қантымызды салып аламыз және бір штук жұмыртқаны қосамыз. Барлығын жақсылап осылай вилканың көмегімен езіп шығатын боламыз. Қыздар, керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазатын боламын. Сол жаққа қарата өтіңіздер. Одан кейін бір шай қасық қопсытқышымызды ұнымызға араластырып, бір ыдысқа араластырып салатын боламыз. Мінекей бірінші вилканың көмегімен, одан кейін қолымызбен барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр еліп шығамыз. Қыздар, егерде сіздердің қамырларыңыз былжырап, бір формаға келмей жатса, тағы да ұн қосып жіберіңіздер. Неге? Себебі жұмыртқаның көлемі де әртүрлі болып келеді. Кейбіреуінікі үлкен, кейбіреуінікі кішкентай. Сол үшін жұмсақ қамыр болмай жатса, кішкене ғана ұн қосып жіберіңіздер. Осылай қамырымызды дайындап болғаннан кейін оны 30 минутқа холодильникке жібереміз. Творог қосамыз. Творогқа жұмыртқамызды, қантымызды және кукуруз крахмалын қосатын боламыз. Қыздар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кеттіңіздер, және менің каналымда басқа да рецепттерді, осындай пирогтардың рецептілерін көре аласыздар. Барлығы сәтті шығады, бір жасағаннан жасай бересіздер. Қаймақ саламыз, барлығын жақсылап блендермен араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз тынып болды. Енді осыны иілгіш, өте жұмсақ, тез жайылатын болады. Осылай қолыңызбен жайып тастасаңыздар да болады, немесе астына кішкене ғана ұн сеуіп, қамырыңызды оқтаумен жайсаңыздар да болады. Егер оқтаумен жаятын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз бір тегісті болып жайылады. Сол үшін мүмкіндік болса оқтаумен жайыңыздар, болмаса мен секілді қолмен жайып, барлығын бір тегісті етіп жайып аласыздар. Одан кейін дайын болған ішіне салмамызды саламыз. Қыздар, қамырын жайып жатқан кезде пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. 180 градусқа алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз, ішіне салмасын саламыз. Мінекей салмамызды салып болдық. Енді осыны пешке жібереміз. 180 градуста беті кішкене сарғайғанша пісіріп алатын боласыздар. 35-40 минут пісіріп алатын боласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі, қыздар. Егер кішкене піспей жатып, беті сарғаймай жатса, тағы да кішкене ұстай тұрыңыздар. Бірақ 30 минуттан кейін міндетті түрде пештеріңізге қарап бақылап отырасыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді, тәтті, нәзік болып шығады. Ас болсын.